Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгін біз қазақ өнерінің ірі өкілі, өнер майталманы, әнші сазгер Мұхит Мералұлы бабамыздың зәуреш әніне тоқталамыз. Медет деген кісінің 3 әйелінен 30 ұлы дүниеге келеді. Бір жылдары ел ішін індет жайлап, оның 30 ұлы бірдей өмірден өтеді. Тек қана зәуреш аман қалады. Әкенің бұл ғұмырдағы өмірінің жалғасы болар деген 30 жылдан қалған жалғыз үміт шырағы осы зәуреш болатын. Ата-анасының ықылас құрмет аясында өскен зәуреш толықсып бой жетеді. Қыз жат жұрттық тағдырдың бұйрығымен басқа елге ұзатылады. Күндердің күнінде әкесі жалғыз қызының аз ғана күн ауырып, дүниеден өткен қазаны естіп, жолға жиналады. Зәуреш келін болып түскен жұртқа келгенде, көке деп алдынан еркелеп шығар қызы жоқ. Құлыным деп маңдайынан емірене иіскеп, сағынышын баса алмаған, оның топырағы әлі суып үлгермеген қабірді құшақтай отырып, сай сүйекті сырқырата, еңіреп айтқан сөзін Мұхит бабамыз кейін әнге қосып шығарған екен. Сол зәурешті орындап берейік.
bildim ay өлгенін